Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, нәзік, жұмсақ болып шығатын испанский чизкейктің рецептісімен бөлісемін. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар және жаңа рецепттерді жіберіп алмау үшін каналыма тіркеліп қойыңыздар. Қажетті заттарды төменде описанияда қалдырып кетемін. Ең алдымен бізге бөлме температурасындағы сүзбелі ірімшік қажет болады. Менде креметті ірімшігі. Оған қантты қосып, миксердің төменгі жылдамдығында араластырамыз. Одан соң үстіне жұмыртқаларды біртіндеп бір-біреуден салып бөлек араластырып аламыз. Үстіне жүгері крахмалын, бір ас қасық лимон шырынын және қалауларыңыз бойынша лимон цедрасын қоссаңыздар болады. Барлығын жақсылап біркелкі етіп араластырып аламыз. Соңында клейгейімізді қосамыз. Ол міндетті түрде 33-35% болуы қажет. Барлығын тағы да жақсылап араластырамыз. Дайын болған массамызды диаметрі 20 см формаға құямыз. Менде кольцо формасы, астына фольганы жайып, ішіне пергамент қағазын төсеп алдым. Бетін лопатканың көмегімен тегістеп аламыз. Одан соң артық ауаларды шығарып тастау үшін столға форманы бірнеше рет осылай ұрғылаймыз. Алдын ала қыздырылған 230 градуста пеште 30 минуттай пісіріп аламыз. Біздің чизкейгіміз пісті. Бұл чизкейктің бір ерекшелігі беті осылай кеңкіреп піседі және ортасы осылай былқылдап тұруы қажет. Формасынан босатпай, бөлме температурасында толықтай суытып аламыз. Содан соң тоңазытқышқа кемінде 5 сағатқа салып қоямыз. Біздің чизкейк тоңазытқышта 5 сағаттай тұрды. Енді оны формасынан босатып аламыз. Біздің чизкейк осындай әдемі болып шығады. Қазір ортасын кесіп көрсетемін. Дәмі өте керемет, ортасы жұмсақ, нәзік болып шығады. Сіздер де міндетті түрде дайындап көріңіздер. Рецепт ұнаған болса, видеоға лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.